Vivian Legend komandasi. Assalamu alaikum. Pirli eksternidin aldında, Көркем өнер sarayında, Dastan Büyük Tursunov'un Tigirman şovuna hoş gelipsizler. Kölüktің bası ben sebep, halkım gülmey otur, ne sebep? Ay, men tapmaydım жоқ. Так, бүгінгі Tigirman şov жақсы өтсін дегенлер шеп қолымызды көтереміз. Көтереміз, қалай, көтереміз. Кейінгі Tigirman шоудың билетлері арзан, 20 мыңдан болсын дегенлер 10 қолымызды көтереміз. Ей! Сен неғып болсаң, Ахметжан Сәменов боқсап? Неғып болсаң, екі қолын көтермегелерін қолтыры жатып дейжақсан ба? Біледі ғой оның бәрі. Кімсің сен? Ава, тамадымын мен. Сен тамады болмай қош. Неге? Нөгісте сенен басқа тамадылар жетеді айтайын. Кім ал? Номер 1 тамадың бар. Шоумен тамадың бар. Элитный тамадың бар. Мына халықпен айту арасында кіріп арзалау келсе, бұлай тойларын халықтың көңіліне шығып кетіп беретін тамадың бар. Мен өзім айтып отырмын. Ассалаумағалейкум, Tigirman шоу! Жалған бола береді, шайыр білгенін жаза береді, ашықлар бірге бола алмай жүр. Қараңыз жігітлер, Tigirman шоу қатты өзгеріс болып жатыр. Дұрыс. Міне қара, өзгеріс сон жерде Мейіргүл ханым бірінші мәрте жюри болып жатыр, міне көрдіңіз ба? Дұрыс жігітлер. Осы Мейіргүл ханымға өзіміздің джентльмен екендігімізді көрсетейік. Ал. Қоясам ба? Vivian Legend қой біздер. Джентльмен деген жаңа шығып кетті ғой. Джентльмен деген не шығады? Не шығады? Бетіне мас жаққан 4 жігіт. Гәттім, жіберемін бар ғой. Әзіргі джентльмен емес ол. Былтырлары болатын еді да джентльмен деген. Шыққаннан айырып жаңа. Сіздер түсінбейсіз, сіздер. Бұяққа джентльменлігімізді көрсетіп, өзіміздің Vivian Legend'ның өнімлерінен подарки сауғаға берейік деп жатырмын. О, берекші шоу бақыт апке. Тез кеш, айналайын, кеш берші. Міне, подаркысын бер. Болды, 1 балл ес. 1 балл ес. Рахмет, подаркы бергенде 1 балл береді. Бірінші мәртеге өтіп қой, түсіндіріп қояқ. Алдың ба, беруің керек обязательно, сондай несі бар өз. Икрам аға, неге алдың ойынға келмей қалдың аға? Бардак болып кетті ғой мына жерде, қолында микрофонның бәрі сөйлеп кетті ал. Несін айтасың? Бұл орынбасар ағалар сөйлегеннен кейін болғаны ғой аға бұл. Бұлар тұрып пікір айтып командаларға. Бұл бизнесмендердің Tigirman'ын өткерейік деді ғой оған не дейсің аға? Бұл өзінің пікірі бар екен бұл. Пікір айтып, 2 балл ес. 2 балл ес, Икрам аға не қылдың? Кейінен орынбасар ағаны кеше түнде түнгі клубта көрдім ғой бір қызбен. Бір қызбен отыр. Таниман ғой орынбасар. Бала шағасы бар ғой бұның. Бірақ бір қызбен отыр да 3 балл ес. Ойлым 1 балл минусладың ғой сен. Неңізге мәс болып тұршы жігітлер. Кеше бір өзіңізді хабар алыңса, кеше түніменен телеграмда басылықты жамаллап жаздыңыз ба? Группада ма? Приколлап. Бәріңіз жаздыңыз ғой, дұрыс па? Не жаманлағанда қорқайын деп отқан жеріміз жоқ. Бетіне айтамын, кесе бар ма? Осы уақытқа дейін ішімізге жұтып келдік, енді айтайық бетіне. Айтуға асықпа ері. Сол басылық жоқ деген группаға жазамыз деп, басылық бар деген группаға жазбағансыз ғой бәріңіз. Бәрін оқыды анау. Кеше басылық бар деген группа бетіне. Соған жазғансыз ғой бәрін оқыды анау. Келеді әзір үш. Не ғой? Сағат та олмай ма бір сағат? Не басам? Аз келеді деп маған бақырады. Сен жазғансаң дейді. Сөйтіп мен қайтарып сөйлеймін. Сөйтіп жұмыстан шыға ғой дейді. Сөйтіп мен кеттім деймін деп nerede шығып кетіп такси тоқтатамын. Сөйтіп 1-8-ге үйге айда деймін. Сөйтіп кетіп баратыр. Інім сағат неше болды екен деген уақытта мен сағатта олмай қалсам қолайсыз болып қалам оған еді. Сен соған ба? Сағат соған керек пе саған? Соған
ерекспей қояйын ба? Жұмыстан шықпай ақ қояйыншы болмаса, Өз театр анау телеграмдағының бәрін оқыған. Бәрін. Komplekt дейсілер, Ондай немші. Ашкарик, төрт көз, ашапат. Қай? Сен бақыт сөйлеткенсің ғой негізі, Мен сен мастопы шығар деп. Тек жазамын аға мен телеграмнан. Қоскөл бірде бір қызбен жүреткен мен, Айлықларды бермейткен мен. Ішсем көтер алмайткен мен. Ұялмайсыз ба мына сонша халықтың алдында айтуға? Аға, біз оны айтпадық қой, жаздық қой. Өзің ғой айтып тұрған әммеге. ойын, әзіл ғой аға. Пранк дейді ғой әзіл сондай, пранк. Пранк қой, әзіл. Сіздің шығып беруіңізге, просто прикол ғой. Әзіл сондай. Осылардан қорқатын болдым ба? Бір зат дейді да, дігірманға әзіл қояға, пранк қояға дейді да шығады. Әзіл да енді, сондай не ғой енді, бірақ как раз жюрилерге бәрі сауғаларын беріп қойдық. Бердіңіз ба? Бердік ау, бәрі, нормально. Жанғали біздің группаң баласы, бір бал ес. Ағай? Болды, как раз бәрімен сөйлесіп қойдық, болды. Солай ма? Жюрилер бітті. Не жюри дей бересіздер? Халықтың кім ойлайды? Сен ойлай ғой? Ойлаймын анам. Не қыласың, айтшы? Мұна келген тамаша көйлердің арасынан Ал? біздердің команданы видеоға түсіріп, история қойып, отметка қылған Ал? тамаша көйлердің арасынан бір тамаша көйге 1 миллион сом подарка. Ой, bon. Серьезно? Серьезно? Құдайлығы ма? Кес бұл. Бересен бе? Мынау сценарийда жоқ, Дастанаға, кешіресіз. Сценарийда жоқ. Бересен бе, реальный? Ертең беремен. Бүгін история. Давай, телефонларды алып түсіріңші видеоға. Ертең бермей қалса өз жауап бересіз ме? Мен видеоға түсіріп, мегабайтларыңыз болмаса, үйіңізге барып, Wi-Fi-ға барып, салып жіберсеңіз болады. Жігітлер, Wi-Fi деген не шығады ау? Не шығады? Мынандай екі шақ. Өлтірем бәден, ешеклерін өз отпауын қадым дейді. Бересен бе, анық? Беремен. Видео түсірейін онда. Әммеге бере білмейсен бе сен? Парқ жоқ қой, кім болса? Кімнің несібесі болса? Бол. Олай болса, Vivian Legend командасы өз көршілерімізді басаймыз, ал кеттік! Жаңағы конкурсымыз рас, сол историяны басамыз тамаша көйлер. Сонымен біздерде кейінгі көрініс, қыстың күні домлардың алдында сондай етіп жүретін ағаларымыз болады. Көреміз, әмме құрықта тіл байлығы жоқ, айыбы болса да өзін ақылай алмайтұғын сондай жігітлерде болады. Сен ғой кеше фонтан төгіп отқан. Сен төктіп көртіпсіз бізде екеуміз. Сен төктің ғой сен. Не хау? Мен ол фонтан... Дей береді ғой мынау. Сен төктің көртіпсіз бізде. Сен ғой төгіп отқан әммесін. Көріп отырсыз ғой біздер. Мен төккен менен. Нөе төккен менен, нөе. Мен ол... Сен стаканнан сындырған, стаканнан сен сындырған. Стаканнан сен ғой сындырған. Мен оны... Хау дей береді оны. Нөе? Мен стакан сындырған менен. Не қылды ал? Сен ғой сындырған. Мен оны... Нөе хау, сен сындырған көрдік қой көзіміз сені. Екеуміз көртіпсіз ғой оны. Не ішсем, яқшы өзім төлейін, не ішсем айтысырмын. Сонымен жаңа конкурс аз ғана шарты өзгерді. Подписка басу керек деген ұмыт кетіппіз ғой ата. Сонымен подписканы басаткенбіз. Сөйт жаңағы подарканы ұтқаннан кейін подписка баса бересіз қадімгідей.
Сонымен көреміз, ауылда футбол ойнап атырғанда ұсындай араласып кете беретін братанлар болады. Көреміз. Таста. Бас. На свою беду, на свою беду, на свою беду. Футбол ойнап жатырсыз ба? Ассалаумағалейкум. Мына біздің балалар чепсін кітті. Айза, ассалаумағалейкум. Ашты ойна, ашты. Ассалаумағалейкум. Ашты, қалайсың? Ауылда көрмейсіз ға? 2 жылдан бері Кореяда жүрмін ғой мен. Кореяда? Қалай екен Корея? Ояқта как положено бар ма? Сағат 6-ма жұмыс тоқтайды ғой бұған. Ішпәкілеппен қатып қалады. Былай апарып тастайық, мұндай жет жоқ бар ма? Как положено тоқтады бұны қайтасың бұған ма? Ауқат, қалай ауқатлар? Ауқатлар масқара енді. Үйде жемеген ауқатлар жейсің ғой жақта. Шаян қандай. Қор сондай затлар. Корея сондай екен ғой. Үйіңде жемейсің ғой соны. Шаян жейсің бе үйіңде? Үйіңде жемейсің ғой. Ауылда ауқатлар. Біздің бағай асфальтқа шығып кетпе. Бір ойнап сөйді. Мына жақта ойнаймыз, жүр. Ауылдың ауқатларына жетпей ме сонда? Кейін ана сөйді. Мынандай дейіп алатын ойыншық келген ғой әзір. Бар ғой. 2005 жыллар шықты ғой Кореяда. Ояқта мынандай бір басасаң, 2 басқаннан ойыншық бере береді. Біз еді ғой 30 мәрте басып, ала алмай. Не істем сол? 2000 сом ғой біздер? 2000 ғой? 47 юан екен да. 47 юан. Юан да, юан. Кореяның пұлы ғой, түсінбейсің сен ғой. Сондай неме есап қойсақ. Ассалаумағалейкум. Салам, қалайсың? Хабар айтып жүріп едім ғой жаңа. Қазіргім хабаршы дегеннен қоя береді екен ау, баяғы мынандай балалар келеді ғой. Кеудесіне қарамай хабар айта береді екен ғой. Кім, не хабар? Ана, Қожабай ағаның үйін іздеп жүрмем. Қожабай қайсы? 2 Қожабай бар ғой. 2 Қожабай бар ма? Берді қане? Қожабай, қишық Қожабай, мынау мына үйде. Мынау Завод Қожабай мына яқтары. Мынау Қалбай пирамида деген мен ғой, кетті ғой. Ол шышып қоя береді. Мына жақта Тазабай дейді. Тазабай мынау қияш панел қойдырып қойған үй ғой мынау. Данок деген ғой? Данок танымадың ғой? Таздан кейін оңысы ғой, таздан көшіп келді. Біз ауылда болмағаннан кейін тани бермейміз ғой. Мынау Бейсенбайың сіз түсе бер, қатынаспайды ғой. Қатынаспайтын адам ғой мынау. Мынау 2 бастан әкесім қайтыс болды да кеше жақында. Бұл тойға бармайды ғой. Қағаным ұшығатан айтып кете бересің бұлай. Ава. Жаңағы несін ауқатларын айтып берсе, ауылдың ауқатына жетпей ме сонда? Ауылдың ауқатына жетпейді. Ояқта жеген, мынандай акуладан нөкісте топ ұстапта жеген мынандай лабашың жақсы ғой. Молодец. Қалай кетті реклама? Не істедің ояққа барып, не істедің айтшы? Сол баяғы стройка ғой. Баяғы Египеттегі стройка бар ма? Соны көріп, Кореяға шақырды ғой. Айтқандай ана, жұмонг бар ғой, жұмонг. Соны көріп қойсыз жұмонгты. Соның бажасының үйін істедің. Өтіріп көп кеттің, ора береді екенсің. Жұмонгтың бажасы деймін. Қоя қойшы. Жайдың басын шифрлап бер деді, кредит алып. Соны басып берді, соны басты ғой. Жұмонг кеп тұрады күнде. Екеуін ап келеді, кеште екеуміз. Отырамыз. Осындай. Осы сөйлестім ғой жұмонгпен. Қадымғы ауылдың ақбаласы екен ғой бұл. Жұмонгтың дейіп жұмыс ғой. Мінеріме келеді мен. Солай сөйлесіп тұрдым. Қадымғана ауылда Каптиба деген машин бар ма? Сондай машин айдап жүр анау. Простой бала ма? Простой ақ бала. Солармен қатынасып жақсы болып кеттік. Кейін ана Кимина тойына шақырды. Қойшы, өтіріп болып кеттің. Танымайды ғой сен Кимина деген, қойшы. Рас демен, Киминалармен қадымғы жордай бәрі қатынасып екен ғой олар. Кимина тойына шақырып, той беріп жатыр енді. Не той ол? Баласын сүннет еттірген бе соған? Олар сүннет еттірмейді ғой, қойшы. Өтірік қону. Оларда сүннет жоқ па? Жоқ қой ондай. Білем, баласының тойына шақырды айтып. Сөйт,
Содан Қарекеңдер деген бір стол қойыпты мерге. Бір бәріміз Қарекеңдер бірге жүреміз ғой. Қарекеңдер деген стол қойыпты. Қан біз еткендей столы. Домалақ, ортада гүл тұрады, гүлдің үстіне Қарекеңдер деп жазып қойды. Қал бақшалап. Өтірік қой. Сондай колонканың қасына берген столды. Бір шеттен келгендерге сондай жерден бересің ғой. Бәрі жүр ана жерде Кореяның актерлары. Тәңгемлеп жүр, ауғат пісіріп жүр ана жерде. Омбак деген бар еді ғой. Омбак. Деп бұлай арақ ашып жүрген екен ғой деп шығарап қояды. Ой, өтірік болып кетті ау. Ол рас деме сен, өзің тыңдаса сен. Бана біздің ауылда бека бар ғой менімен барған. Сол ана омбаққа жарып түспен ашаман деп ана нені. Қыран күлгі болды сөйт. Сөйтіп? Сөйт қызық қылады, бір уақытта қызықпен бас қызды айтыр. Бір уақытта ортаға шық, қосық айтайын дедім мен. Ауылдан келдік қой енді. Той боларым. Мына насыпай болмайды деген ана. Сөйт той боларым, ауылдан кейін енді. Тойға арналған қосық айтып берейін дедім да оған. Не қосық? Не қосық? Кореяда күнде азында сондай упражнение істетеді да бізге. Сөйт ортасы бір кәріс қыз неғып тұр. Телефон несін, микрофонын қолынан алдым. Қандай қосық айтып берді? Құтылы болсын тойлаңызды айтайын дедім мен. Той ғой енді. Ойға, ол түсінбейді ғой құтылы болсын тойлаңыз. Енді кәрісше вариантта неғып бардым ғой енді таярлап. Қош, рас деймін. Қайтып айтты қайша? Барақта басладым ғой. Құтылы болсын тойларыңыз, қазаныңда май қайнасын. How I деген уақытта бәрі жылап жіберді ғой алар. Қош, өтірік. Ол рас деймін. Бәрі жылап жүр ма? Бәрі жылап жүр. Жұбың Жекежанмен екеуі құшақласып жылап жатыр ана жерде. Ау, қоя ғой. Жекежан деген қайтыс болды ғой. Жекежан өлді ме? О, да баяғыда өлді ғой. Брюс Ли ме дей. Брюс Ли одан алды өліп кетті ғой. Нормально, денелі бала әйтеуір. Жылап. Бірде соң өлгеніне жылап ат балалар сонда еді. Саған күнім бұлай жүру ұнаймайды жаным, әлі мені сұрайма, көрмеу керек үйренеді ай көздерің, ал жүрегің шыдайма. Рахмет, әлбетте бұлардың барлығы хазіледі. Біздердің осындай болып, осындай жерде шығуымызға өзінен жақыннан жәрдем берген біздердің қауендерлеріміз бар. Арай барбершопқа, және де топ-стоп жәмәтіне, және де эко-нүкіс құяшпенелеріне, және де автокредит чемпионға, әмде Туран сауда орайына өз рахметімізді айтамыз. Тоқта, сен бәрінен ақша алдың ба? Біздер хабарым жоқ қой одан. Сен ха дейді ғой маған. Мен ол. Сен жаңа ақыр Туран сауда дегеніңді аға. Не істем алдың біз білмейміз. Мен ол Туран алған менен ол бар. Не істем алдың? Рахмет, сіздермен бірге болған Vivian Legend компаниясы. Vivian Legend командасына қол шапалақлар керек.